Егер де видео тым қатты ұзақ болатын болса, онда телеграм-каналға осындай конспектін қылдырып кететін боламын. Телеграм-каналда осы қысқа түрде видеода айтылған мәліметтерді оқи алатын боласыздар. Ең бірінші, давайте ең арзан, одан кейін ең қолжетімді түрінен бастайық. Бұл әдіс бізде клиника генеолог әдіс деп аталады. Одан кейін бұның жалпы үш маңызды сатылары бар. Біріншісі ол бізде мәлімет жинау. Мәлімет жинау ол пробандтың келуінен басталады. Енді пробанд деген кім деген сұраққа келетін болсақ, пробанд ол бізде сол ауырып жатқан адам, немесе оның бір туысқандары болуы мүмкін. Одан кейін мәлімет жинауда біз осы пробандпен сөйлесу арқылы оның сол шағымдарын тыңдаймыз. Оқта қандай симптомдары бар, не нәрсемен қиналатын, не нәрсемен ауыратынын. Одан кейін осы симптомдардың туысқандарында бар екенін, немесе осы отбасында туысқан аралық некет құрылғанын, соның барлығын сұрап шығамыз. Одан кейін екінші сатысына өтетін боламыз. Мәлімет жинауда тек қана сөйлесу емес, одан кейін егер де қатты керек болып жатса, ол жақта әртүрлі лабораториялық зерттеулерден өткізе аламыз. Одан кейін екіншісінде осы мәліметтерді жинап болғаннан кейін біз шежіре құрастырамыз. Енді мен жақта шежіре құрастыратын өзінің бір ережелері бар. Қазір соның ең маңыздыларымен түсіндіріп кетейін. Мына жақта біз шежіре құрастырған кезде төрт бұрышымен біз ер кісіні көрсететін боламыз. Одан кейін ер кісі әйел адаммен некеге тұратын болса, осындай сызықша қоямыз. Ал әйел адамдарды осылай дөңгелекпен көрсетеміз. Одан кейін олардың ұрпақтары пайда болатын болса, ең бірінші тұрған баласын осылай ең сол жаққа қарай жазатын боламыз. Егер де ұл бала болса, осылай төрт бұрышпен жазамыз. Екіншісі әйел кісі болса, осылай дөңгелекпен сызамыз. Одан кейін үшіншісі үшінші баласын осылай ер адам болса, осындай төрт бұрышпен жазатын боламыз. Одан кейін бізде рим цифрымен біз ұрпақтарды көрсетуіміз керек болады. Ол осылай жоғарыдан төмен қарай бағытталады. Одан кейін жақта бізде бірінші ұрпақ, кейін бізде екінші ұрпақ. Одан кейін егер де бізде әйел адам осы келіп бізде өз шағымдарын айтатын болса, бұл пробанд болып саналады. Одан кейін біз пробандты осындай стрелкамен көрсетуіміз керек болады. Ал осы оның балалары туылған кезде біз сол жақтан оң жаққа қарай бағыттап, біз осылай оның әр ұрпақтарын номерлеп шығуымыз керек болады. Одан кейін тағы да қандай таңбалар бар. Егер де адам ауру болатын болса, осылай біз төрт бұрышымен бояп қоямыз. Ал егер де тасымалдаушы болса, біз бұны бұлай жартылай бояймыз. Ал егер де адам өлген болатын болса, біз осылай X-пен өшіріп тастаймыз. Одан кейін тағы да қандай көп кездесетін таңбалар бар. Одан кейін егер де туысқан аралық неке түзетін болса, осындай екі сызықпен көрсетеміз. Одан кейін егер де оларда бір бала асырап болса, осындай үзік сызықпен сызау деген түрлері бар, бірақтан олар негізінде көбінесе олай кездесе бермейді. Егер де керек болса, жатталсандар болады. Жалпы шежіре құрастыру осы ең маңыздыларын айтып шықтым. Енді ең үшінші сатысына келейік. Үшінші сатысы ол бізде аталады генеалогиялық талдау деп. Генеалогиялық талдау ол екі заттан тұрады. Біріншісі тұқым қуалау сипатын талдау, екіншісі тұқым қуалау типін талдау. Мен жақта конспектімен дайындап қойдым. Мына жақта тұқым қуалау сипаттары жазылып тұр. Кейін жақта тұқым қуалауының типтері жазылып тұр.
Мысал ретінде мына жақта бізде аутосомды доминантты берілген. Кішкене цитологияны еске алатын боламыз. Одан кейін былай жазыпты: екеуі де сау ата-аналардан барлық балалары сау туылады дейді. Ол енді менің ойымша түсінікті. Себебі бұл аутосомды доминантты түрі болып тұр. Екеуіне де ресивті болады, яғни олар сау болып тұр. Осыдан олардан тек қана ресивті ғана тарап, тек қана сау балалар туылады. Әрине инвитро деген бар, немесе де-ново мутациялар бар. Яғни кездейсоқ мутациялардан ауру бала туылуы мүмкін. Одан кейін екеуі де ауру ата-анадан зілді ауру туымен балалар туылады дейді. Жалпы сипаттар осылай. Бұны зілді деп тұрған себебі екеуі де үлкен АА болады да, и осындай өте зілді ауру бала туылатын болады. Осылай әр нені түрлерін осылай жазып шықтым. Мүмкін осындай мысалдармен бердім. Егер де керек болса оқып алсаңдар болады. Бұның барлығы Telegram каналда тұратын болады. Жалпы клиника генеалогия әдісі осындай 3 маңызды сатысын ұмытпауымыз керек.